Дәл осы жерге қажылыққа бір кісі телеохранительмен келді дейді. Жаңағы кісі дейді, өте тап-таза кісі екен. Сол жерге келген кезде жаңағы аптека болсын, жолыққан жерден жаңағы влажный салфетка ала береді дейді. Қолын сүрте береді. Мына жер таза емес. Бәленбай миллион адам ұстап жүр осындай. Шайтанға тасатып болып қайтып келе жатқан кезде жаңағы кісі табанасы жоқ болып кетті дейді. Телеохранительді бәріміз таппай қалдық дейді. Жоқ, ана кісіні іздемеген жеріміз жоқ. Мынандай бір полицияның машинасы келді дейді. Бір бомж сияқты бір адамды сүріп жатыр дейді жаңа. Үстіндегі иқрамы қап-қара кір болып кеткен дейді. Жаңа түр қорқынышты. Бүйтіп анықтап қарасам, сол менің жоғалып кеткен әлгі жаңағы телеохранительмен жүрген бай дейді жаңа. Сонымен дейді, телеохранитель жаны ұшырып, ары-бері жүгіріп, гостиницаға апарып, жуындырып, ұрсатын шығар деп, мен де қасында жүрмін дейді. Үн жоқ дейді жаңа кісі. Сөйтсе сол жерде келе жатқан кезде адасып кеткен ғой. Сосын сағатты көрем, сағат қарай жүрсем, жол айналып барып басқа жаққа алып кете береді. Ана су ішейін десем, ешкім су бермейді, үстім кірлеп кеткен, кет деп айтады дейді. Сосын бүйте қарап тұрсам дейді, бір мусорда бір баклашка су жатыр екен, сол суды іштім деп айтады дейді жаңа кісі. Мусорда жатқан, Алланың құдіреті, мусорда жатқан суды іштім. Сосын кейін барамда дейді, жаңа қажылар жүретін жолға коробка төсеймін де ұйықтап жатам, тұрсам коробканың үстінде ақшалар жатады дейді жаңа. Сол ақшаны аламда, шай алам, анау алам, мынау алам, сөйтіп тәубеме 4 күннің ішінде келдім деп жаңа кісі айтты да. Қараңыз, басында мен